All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you. Бәріңізге сәлем достар, сіздермен бірге мен Бекзат. Бұл жаңа влог. Бүгін біз неге базарға бара жатырық, базарға дейін. Бірінші Қазпочтаға посылкамызды алып алайық. Товар Қытайдан келген, Алиэкспресс сайтынан келген. Енді Нұрсұлтандікі келді. Енді менікі білмеймін, енді бірақ сообщение келді, маған келді деген. Келді ма, келмеді ме, что-то сенімсіз болып тұрмын бұл жағы. Әлі Қытайда деген не тұр, Алиэкспрессте артта Нұрсұлтан бар енді. Сол енді келе жатырық біз. Енді мен өзімен бірге мына туралы куәлігімді алдым, енді білесіздер ғой, товар үшін сол керек. Тағы да сондай влогтар болып тұрады. Лайк басып кетсеңіздер, енді каналға жазылыңыздар. Тағы не айтам, міне мен ұйғыр мектебінің жылықта кетіп бара жатыр міне. Рухани жаңғыру дейді. Мұнда жаңғақпа бір нәрсе түсіп кетті міне. Лақтырасақ бопты. Сол енді. Енді мен Қазпочта сіз жаққа барғанда ары қарата жалғастырамын. Қолда ұстайтын ғой еді. Короче, достар, міне біз паркке келдік. Мен Қытайдан келген посылкамды алдым. Бұл не деп отырған боларсыздар? Бұл не, мынандай татуировка қолға тағатын не? Мына жерде Made in China деп тұр. Сөйлей берсең. Сосын барып тағы да осындай неғып қабығын алып тастадыңдар десеңіз, өйткені бұл же сол Қазпочта свет жоқ екен, компьютерді қосуға сондықтан осылай қабы арқылы тексере салды. Сол енді біз қазір отырық. Нұрсұлтан да өзіне посылкасын алды, міне, оныкі мягкий игрушка. Өте күшті. Мен де каналға жазылыңыздар, ссылкасы описаниеда. Айтпақшы, менің каналда конкурс болады, қатысыңыздар, ссылкасы описаниеда болады. Я сол енді достар. Қазір мен бұны ашып бәрін алдыңғы камерамен көрсетемін, кеттік. Міне достар, біздің татуировкамыз осындай. Мынаны қоя тұрайық қазірше. Міне мынандай өте қысқама немене қандай білмеймін. Нұрсұлтан көрсетіп жүрсен. Бұны киеді достар, қараңыздар. Мына жерінен ашылады екен. Ашылады, ортасынан ашылады екен де Нұрсұлтан қолына киіп көрсін енді. Қараңыздар достар. Бұны бұлай ашылады. Сосын бұлай киеді де. Вот так уж. Бұны до конца киюгер үшін, бұны қазір до конца кию үшін. Типа бұлай татуировка сияқты да өйтіп қолаңыз өйтіп. Мужской көрсететінше өйтіп. Вообще достар, сондай осы товарды көргілеріңіз келсе, егер заказ етіп өздеріңізге ұнап атса, сол товардың ссылкасы описаниеде болады. Ол 2-3 теңге ма, сондай ғана. Материалына қарасаңыздар. Материал деген өте керемет жұқа. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm mobbing with the D. Короче, достар, біз келе жатырық. Міне Қазпочтамен базардан қайттық, шашып келе жатырық. Мен ұш татуировкамды алдым да бағанадан бері киіп келе жатырмын. Қазір мына жерде бір нәрсе дырылдап жатыр, қазір өтіп кетейік, сосын түсірем. Міне достар, біз өтіп кеттік бағанадан. Мен қолымда міне мынандай татуировка. Сол енді сондай татуировка. Енді ішіміз пісіп, кетіп бара жатырық үйге, шаршап. Қолының әсер қандай болды? Керемет болып кетті ғой. Өте аянышты. Айшанда игрушкаңыз. Сапсын.
мынандай игрушкаға міне достар. Милашка. Көзіне дейін бар ғой. Отпырақ сияқты қондай. Шынын бүйтіп бұлай істесе болады ғой. Қараңыздар достар. Фокус көрсем сіздерге қараңыздар. Бүйтінен бүйтіп жау. Достар, общем, міне осындай фокус. Осындай фокус жасайды ана игрушка. Осындай игрушка сатып алыңыздар. Ссылкасы описаниеде болмайды. Болмайды деген қалай екен да? В общем, міне достар, біз осындай жерге келдік. Татуировка қалай екен достар, жақсы ма екен? Сатып алғыларыңыз келіп тұрған шығар, білем, сатып алғыларыңыз келіп тұрды. Ссылкасы қайда? Описаниеда 156 теңге ме сонда сатып алдым мен Жум деген сайттан. Мына бұның асты. Мына жақта той болады. Мен бермей қойыңыздар да қойыңыз. Сол. В общем, осылай достар. Мына жақта бізде Панфилов қолданы. Мына жақта батырдың суреті тұр ғой. Сонымен. Сол не істейік? В общем, достар, солай қазақ ютубында енді мен дамыту үшін келіп осы қазақ ютубына каналыма жазылып кеттіңіздер. Сол қазақ ютубында дамытайық енді достар. Bizat ko'rsatacağız. Tatuировщина. Татуировка. Ссылкасы описаниеда менің каналым. Өзім ютубына қараңыздар. Ссылкасы описаниеда болады менің каналым. Тағы не істейміз енді? Ар жақта бір ауру орыс суретке түсіп жатыр. Ауру ма бір нәрсе орыс па кім өзі? Білмеймін, сол суретке түсіп жатыр. Астында не балалар келе жатыр, бір балалар танымаймын енді. Қараңыздар, менде осы мынандай игрушка бар ғой, қараңыздар. Төбеден түсірейік достар. Мынандай игрушка şeyi. Şu tarafında. Ne yapıyor adamlar ki o da ne? Ketip koyup ketip. Öyle. Aşağı. Kanka su gerek. Altağda tam sürecek göremedik. A few moments later. Короче, міне достар, біз үйге келдік. Мына жерде мен татуировкамды үйге қалдырып кеттім. Қазір қолымда жоқ. Қазір біраз болсын ба кием. Ар жақ менің қарындасым міне Жаня. Сосын мына жерде бір кірпі тұр. Міне кірпі тұр мына жерде мынандай. Қараңдар. Күшті кірпі. Ойбай. Мына оянды енді. Кетіп қалатын тер енді көреміз енді білмеймін мен. Сол енді достар. Не кірпі? Кірпі күшті екен. Мұжба. Кеттік енді біз Жаня екеуміз енді магазинге бара жатырық. Жаня ар жақта ойнап жатыр. Сол Жаня айтады, мороженое аламын дейді өзіме. Сол енді мороженое алуға бара жатырық Жанямен бірге. Сол енді достар. Не істейміз енді? Барғанша сол влог түсіріп тұрайын ба деймін де. Ал енді мен қазір Бектастар жаққа барған кезде арғатай түсірем. Қазір маған бір-екі сағаттан соң барам мен ол жаққа. Ал сіздерге бір қазір секунд болып қалады. Қараңыздар достар. Достар, міне айтқанымдай маған 1-2 сағат болды, ал сіздерге 1-2 секунд болған шығар достар. Ал енді менің қасымда Бека, сосын Сабыр, сосын Има-KZ. Үшеуінің де каналы қайда? Описаниеда ссылкасы. Ал енді достар, мен қолымда бағанағында айтқанымдай татуировкам тұр. Ал енді осы влог ұнаған деген ойдамын. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Осы видеоның айтпақшымын мен бүгін осы видеоның астына сұрақ жауап түсіремін. Соған сұрақтар қойып кеттіңіздер. Ал енді сау, кеттік.